Бүгінде қазақстандықтардың 80%-ға жуығы несие қамытын кигені белгілі. Бірі үй, енді бірі көлік, киім-кешек, той жасау үшін де несие алатындар баршылық. Тіпті оңды-солды ойланбай несие ала беретіндер де баршылық. Енді қарыз алу, қарызға батудан бас тарта аласыз. Сонымен қатар, елімізде қай кредит автоматты түрде жойылады. Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қаржылық алаяқтыққа қарсы іс-қимыл мақсатында 2023 жылдан бастап Қазақстанда несиеден ерікті түрде бас тарту шарасы енгізілгені белгілі. Әрбір азамат қарыз алуға тыйым сала алады. Стоп несие қызметі егов сайты мен мобильді қосымшасы арқылы қолжетімді. Әрбір азамат қарыз алу мүмкіндігіне шектеу қою құқығына ие. Стоп кредит қызметін қалай пайдалану керектігін қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі түсіндірді. Қызметті компьютер арқылы пайдалану үшін келесі қадамдарды орындау қажет. егов сайтына кіріп, жеке кабинетке тіркелу. Қызметтер бөлімінде банктік қарыздар мен микрокредиттерді алудан ерікті түрде бас тарту қызметін таңдап, онлайн тапсырыс беру. Барлық міндетті өрістерді толтырып, электрондық сандық қолтаңба, яғни ЕЦХ арқылы өтінімді қол қою. Жеке кабинеттерде қызметтерді алу тарихы бөлімінде сұрау нәтижесі туралы хабарламамен танысу. Мобильді қосымша арқылы қызметті пайдалану үшін егов мобайл қосымшасын жүктеп алу қажет. Мұнда да компьютердегі сияқты қызметті пайдалану өте оңай. Алдымен егов мобильді қосымшасын ашып аласыз. Қызметтер бөлімінде салықтар мен қаржы бөлімін таңдау қажет. Банкті қарыздар мен микрокредиттерді алудан ерікті түрде бас тарт бөлімін таңдаңыз. Қажетті деректерді толтырып, сұрауды электронды түрде қол қоясыз. Осыдан кейін сіздің кредиттік тарихыңызда қарыз алу құқығынан бас тартқаныңыз туралы белгі пайда болады. Кредиттік ұйымдар кредиттік бюролардан ақпарат сұратқанда, бұл шектеу көрініп, қарыз беру туралы шешім қабылданбайды. Егер сіздің келісіміңізсіз қарыз рәсімделсе, жеке шектеуге қарамастан қарыз автоматты түрде жойылады, деп хабарлады қаржы нарығын реттеу агенттігі. Бұл қызметті кез келген уақытта өшіріп тастау оңай. Қолыңыздағы құрылғымен бір сәтте өшіріп тастай аласыз. Сонымен қатар, бұл шектеу ломбардтар мен өз клиенттерінің кредиттік тарихын бағаламайтын басқа ұйымдарға қатысты емес. 2024 жылдың 30 желтоқсанына дейін стоп кредит қызметін 920 мыңнан астам азамат пайдаланған. Яғни бұл өте тиімді жоба болып отыр. Биылғы жылы, яғни 2025 жылы да аталмыш қызметті пайдаланушылар қатары артады деген сөз. Өйткені бүгінде 2-1 басында несие қарызы бар. Сондықтан да аталмыш қарызды шектеу өте оңай.